Сол кездерде өлім періштесі адамдардың көзіне көрініп келетін дейді. Осылайша сол өзінің кезегінде Мұсаның ажалы жақындаған уақыттан бұрын Мұса пайғамбарға жіберді дейді оны, өлім періштесін. Өлім періштесі келіп, әдеттегідей сол Раббыңа жауап бер деп айтты дейді. Мұса жоқта Мұсаның үйіне кірген ғой. Үйге кірген кезде жаңа бөтен адамның үйде жүрген нәрсесі ол болмайды. Сосын пайғамбарлар, біз өткенде айттық, пайғамбарлар өздерінің үйіне періштелер, адам бейнесіне келген кезде періште деп ойламайды оны. Кәдімгі адам құсап сөйлеп, алдына тамақ ұсынып, ең соңында олар сөйлеген кезде бірақ біледі. Сондай дәрежеде қарапайым болған ғой. Білгірлік жасамаған. Міне пайғамбарлар қандай болғанда. Сол сияқты үйде бір бөтен адам жүр деп, жаңағына фәлә тамаку Муса көз жағынан ұрып жіберген кезде көзі ағып кетеді. Фақа айнаху дейді. Үйінде бір ұры келген сияқты нәрсе болды деп. Ол Малакул Маут жаңағы өлім періштесі адам бейнесінде келеді кәдімгі, сондай кезең болғанда. Содан Раббысының құзырына қайтып, фараджаға илаллахи азза ва жалла, өлім періштесі Раббысының құзырына қайтып барып айтады: Я Рабби, Раббым, иннака арсалтани иля абдин ла юридул маута. Сен мені бір құлыңа жібердің, өлімді қаламайды. Өлімді қаламайды дейді. Фафақа айни, көзімді ағыз жіберді дейді менің. Мұсаның өзінің негізі қуаты қолында. Егер қолы тисе өліп қалады адам, сондай жағдай қуатты болған өтеді. Сол жаңағы сол сөзді айтады да періште айтады: Фалаула караматуху алейка, сенің алдыңдағы қадір қасиеті болмағанда Раббым Мұсаның дейді. Лағануфту бихи, қинап жіберетін едім оны дейді. Алланың әмірінсіз жұмыс істемейді екен ғой періштелер. Қалай барды, қандай күйде бар деді, сондай күйде барды. Сосын келді, есебін тапсырып жатырды. Сосын фараддаллаху алейхи айнаху, Алла тағала оған көзін қайтарып берді де, иржа илейхи, барып қайтадан Мұсаға және оған айт: әл хаята туриду, сен өмір сүргің келе ме дегендей. Фаин кунта туридул хаята, егер де сен өлімді қалаған, жаңағы өмір сүруді қаласаң әлі де, фадуғиядака аламатни саурин, сол жерде бір бұқа болады далада, сол бұқаға алақаныңды қой дейді бүйтіп арқасына. Сол алақанның астында қанша қыл болса, фаиннака таишу бихасана, қанша қыл бар, сонша жыл қосып берейін дейді өміріңе. Сосын Мұса айтады: фама бағда залика, одан кейін не болады дейді. Өлім періштесі айтады: әл-мауту, одан кейін өлім. Жаңағы ғибрат ретінде келтіріп отыр ғой бұны. Сіз ба, бұл жерде тағдырда ешқандай өзгеріс болып отқан жоқ. Ғибрат ретінде келтіріп отыр өлім сәті. Сонда Мұса айтады: егер одан кейін өлім болса, фәл-әна изан, онда қазір дайынмын мен, деп өлім періштесінің жаңағы несіне беріледі, еркіне. Фашаммаху малакул маути шамматан, жаңағы өлім періштесі оны бір иіскеп қалған кезде қабада рухаху, жанын алды дейді. Сол өлім сәтінде жатқан кезде Мұса жаңағы нәрсені айтады. Бұл хадисті айтып отқан себебіміз жалпы мынау нәрсе үшін емес, ең соңғы сөйлем үшін айтқым келген. Сәлаллаху азза ва жалла, сол кезде Мұса Раббысынан сұрады дейді: айюднияху минал арадил муқаддаса ромията би хажарин. Раббым, сол Құдыстың қасына бір тас атым жерге жақындатшы мені, қабырымды сол жерге қылшы деген екен. Кіре алмадым қауымның несімен, маған, бірақ сол Құдысқа жақын бір тас атым жердегі де, хадисте солай келген, тас лақтыратындық жерге, сол жерге мені жерлеші деген екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, лаукунту самма, сахабаларға осы оқиғаны айтып отырып айтады: егер де мен қазір сол жерде болсам, сендермен бірге дейді, ла аруйтукум қабраху, қабырын көрсететін едім дейді сендерге. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: иля жанибит тариқ, ана жолға қарай, айндал касибил ахмар, қызыл төбе бар, сондай нандай төбешік.
сол қызыл төбешіктің астында дейді. Сүмәкана яти малакул маути бағдаху фи хифят дейді. Одан кейін өлім періштесі адамдарға тек құпия түрде келетін болды дейді.